No recording inside? Yeah. People the fine. Ah. No recording. Okay. You clean out. Общий битва арасында общий туалет. Барлығы общий дегенде бар. Короче, замкнутое пространство, где крик орлов не бар екен. Мында негізі магазиндер бар. Бірақ магазиндердің бәрі жабық. Яқта маймылдар отыр. Қашты мені көріп. Önce köşeye deyince neler var? Dark side var, dark side. Bak ne yapmış? Çünkü zanga var bari insan. Душ рахат па, короче. Якқа шығасың уже басталады. Басталды. Мусор көп қалада. Себебі урна жоқ дейсің бе? Урна бар, бірақ азда мынандай жерлерде тек қана. Бір урна. Қазақстанымыз Аллаға шүкір екен ғой. Негізі сол менталитеттен ойлаймын, біздің менталитет шамалы қазақы, шамалы тазамыз ғой. Беттеген жерімізге жеттік. Бізде жама машин. Так, аяқтың шештік біттің аяқтың. Короче, кру 300 евро. А, 300 рублей. Okay. Olsun 5. Aldık. Ticket. Thank you. भाई ये जैसे बहुत दूर है चालों का काम नहीं होता था पैरों में तारों का थैंक्स Adam dedim, mangba dedim o. Адам көп екен, местныйларға тегін. Сол үшін местныйлар көп жүреді. Ну, точнее, индиандар. Гарит алатын тема, алдында қалай.
По-моему, осындай методпен дәрет алу хит сияқты ол бұл жақта. Короче, бесконечный бассейн бар ғой. Су ағып тұрады, су ағып береді. Сондай сияқты болып тұрады. Video shot. Inside the mosque. Мешіттің ішіне түсіруге болмайды дейді фото-видеоға. Мешіттің ішіне кірдік. Действующий мешіт екен. Адамдардың барлығы шығарып жатыр қазір намаздың уақытысы. Адам мың алыстан көрініс болса. Ассалаумағалейкум. Қазақсыздар ма? Басы евалым. Вьетнамда келгенмін. Қазақстан туыдыр ғой, байқамадыңдар ма? Қазақстан. А? Видео түсіріп кішігірім. Қайдан? Қыдырып жүрсіздер ме? Қайдан өзі? Мен осы бүгін уже соңғы күнім осы неге. Келесімен не? Ау? Келесімен? Иә. Қай қаладан? Қызылорда? Қызылорда. Түркістанбыз. Түркістан? Қашан келдіңіздер? Ой, Брайвол. Мына келгенде бір апта болды. Брайвол ма? Брайвол. Кәдімгі есін шақсыз ғой. Брайвол екінші келеміз. Не біләр көрсіне батқан ғой. Бір ай не бітіріп отырсың осында? Әйелді больницаға келемін, операция болсын. Қалай болды қазір? Жақсы. Алла шипасын берсін. Енді воскресенье отырып келеміз. Воскресенье осы ғой? Жоқ, келесі. Келесі ба? Келесі. Ау? Нормально ма? Вообще ұнап отқан жоқ. Басы екен қатты. Ау? Редфордқа бардың ба? Қай жаққа? Редфорд. Редфордқа жоқ. Бізге солай келем, мен келемін. Бірге аралап жүріп бақ көрсетіп. Жақ болдың ба? Иә, мен как раз намазға келгем. Намаз болды екен, түсіп болдың бәрін? Есімің кім? Есімім Нұрсұлтан болады. Нұрсұлтан? Иә, сізде? Махмұт. Махмұт? Бабаджан. Барас. Қатты ласыз дейді. Жүрек тайынсы. Аға, Тадж-Махалда болдыңыз ба? Соны күн барамыз. Олып бәрін. Мен сөйле, кеше Тадж-Махалдан келдім. Келдің бе? Тадж-Махалда тұрмай ма? Лақын бәрі. Аға, мен сен көшейін үйін алаңыз, мен өте көреді. Редфордқа баратымыз. Форд. Короче, Редфордқа келдік. Билетке тұрған очередтер. Так, форинер дегендер қайда? Форинер туристке барып алайық. Indian ladies, Indian gents.
Foreigners. Так, баға 600 ға деген. 500 лira. А 500 ба? 600. Оқушылар субботный, воскресный саяхатта жүр. Экскурсия. Таможня өтеміз. Обязательно. Кез келген достопримечательность барған кезде міндетті түрде сразу бірден алдына қарай барыңыздар, өйткені сізде билет қымбат тұрады ғой, сол үшін де сіздерге өту тез болады. Бастық, қойды. Лажақ деген кәмі. Көріп оды ғой. Сауда саттық. Индия сауда саттық любой жерде ғой. Үлкен қамал, қамалдың ішінде сауда ұруады. Жама Маджид, Редфорд, Тадж-Махалды, барлығы замандас екен, қалған уақыттары. Аға біраз историяны айтты, оны түсіріп үлгермедім. Барлығы ислам стилінде жасалған. Өйткені осы құрылысты бастаған ислам дінінің ұстанушысы болған ғой. Енді қамал болғанда да үлкен қамал екен, мощный қамал. Мынау кәдімгідей қала ғой аға. Қамал дегенде аты қамал сияқты, ата көрші қала сияқты. Кейін салынған зданиялар мына. Аха. Ар жақ бұл старый. Енді мынау дейтін. Сонда мұның барлығының сырты қаптала, сыртында жаңағыдай не бар да, қамал іші мынау да? Қабырға. Мына екі здание кейін салынған. Мынау аудан үлкен сияқты ғой біраз, е? Кәм бір қала ғой мынау деген. Кәдімгі гид болым ғой, ал гид болым деп асың жағы. Мынау деген қала ғой кәдімгідей. Бір ауылдың жері бар ғой. Үлкен екен шынымен де. Падишахтың тұрған жері ғой. Кезіндегі хан. Тасы бар, трон. Трон ба? Бұларда указ айтарылген. Патшаның указында бар нәрсе болсын. Мына абда толтыра келген, жүретін айтып жаятындар. Ана недегідей болып тұр ғой. Шығып указда оқиды ғой. Приказда оқиды ғой. Самарқандтан кейін Бұхара бар ғой? Бұхарада да осындай хан сарайы бар ғой? Бірақ ол кішкентай бұған қарағанда. Әлде қайда кішкентай. Естерін жап. Қымбатуға тақса. Соны безілген еді. Изумруд анау бар. Мына премьер-министр келді, бәрін жинасып атты қазынаға дейді. Премьер-министр келіп? Бұл қазір как премьер-министр еді. Соны тұрып қойды. Тағы оны дұрақ тұрып қойды. Бәрі шешіліп алды дейді. Қалдырмады дейді. Мына майдан болған, площадь болған еді. Қандай тұрып. Сол жер тұрып, жарызы ұқап оқы деген. Шығағы ұқаздағы.
особняк болған соң осындай болу керек екен ғой. А? Бассейн. А, бассейн бар ма? Иә. Жақта су негізі нереально дефицит сияқты да? Су дефицит сияқты да? Мен келдім 3 күн болды, мына 3-ші күнім ғой. Әлі бірде бірлет неге түскен жоқпын. Душқа түскен жоқпын. Қорқам. Суынан. Отель ма не сен? Отель? Отель су таза болды. Ертең барып нормально таза суға түсемін деп. Бізде фильтрде бар. Бұлар гангадан алмайды, ласы бәрі. Су қайықтан алады деп жатқам, жер асты су ма екен бұларда? Бірақ біз ол кранды су ішпейді, жаңағы фильтрден су. Бастан өткен бәрі. Мынау қызыл тастар не тас екен? Бізде ана тұзды тастар бар ғой, қызыл, білесің ба? Баққан ақ болып қойған деймін да. Біз Қызылорда жаққа, Қазақстанға жүру керек қой, шамалы. Қарды етіп тұрады. Бұны Беспорт деген солай, қызыл қала, қызыл екен. Сонда көрмеге қойылған ба әлде? Жоқ, ішінде бездірген дейді. Безендірген ба? Теп ұрлап кетеді деп істеген жерге шығарып қоққанда ақша. 20 алдым бар екен, мына күніңіз болып бәрін жинап аттым. Көрді ме, жәлде кетіп қой шығар ұрланып. Ойды жинап алған да. Мүмкін, иә. Неге бір жат демал болады екен, ә? Міне бассейн, фонтан. Böyle kapıda olur mu? Granat. Var hepsinde. Hayır burada. Anladım. Var geldi. İki şu var. GPT olmuyor işte. Сонда ана гүлден шыға ма олар? Ya güldük granat var. Granat. Bizde su ucuz olur. Bizde granat ekpейді да? Bizde Türkstanda var, onun kömü gerek. Бар ма? Kabı gerek doğru. Бізде папайя өсіріп жатыр еді ғой. Банан. Қайда папайя? Ағашта. Тадж Махал болғанда Мумтаз Махалға салынған? Әйелі Мумтаз Махал ғой. Иә. Кімнің әйелі? Шахжахан. Кім? Шахжахан. Шахжахан? Жақын ғой мына салған. Мынаны. Иә. Оның кейін ананда салған, неде жаңағы Тадж Махалда салған сол. Мумтаз Махал, бұның әйелі болған. 13 перекті уақытын өліп қалған. Соған бұл салған Тадж Махал. Өзі қайтыс болған кейін, оның өзінде қойған Тадж Махалға. Аграда ғой. Иә. Енді бұның мұсылман мемлекеті та. Араб тілі бар еді, бәрі бар еді. Кейін бір небереме, шөбересін бөлген әйел көп болған, бір әйелі емдеуші болғанда, мұсылманшы қабылдамаған. Сол перзенттер басып кеткен еді. Мұсылман құртып берген тұрмағанда. Мұсылманды көп, 200 арасында мұсылман бар екен Индияда. Енді әлемде ең көп мұсылман шоғырланған жер ғой, Индия. Например, Пакистанда 97% мұсылман, 200 миллион аса бар.
иә. Қазір бірінші орынға Индия шықты ғой. Иә, бірінші ойыннан шықты ғой. Наследство. Қытай екінші шықты. Кезінде лаң іштің барлығы драгоценный бағалы тастарға толы болған екен. Толы болғанда енді кезіндегі қалай тұрды солай өзгертілген ғой. Просто көп адамдар келіп ұрлайтын болғаннан кейін ба 20 жыл бұрын бағалы тастарды алып тастаған дейді мыс. Точно ақпарат емес бірақ. Қалада маймыл көп болса, мына жақта бургундуктар көп та. Ченгиз ханның ба? Темірлан. Әмір Темірдің немерелері. Бабыр Әмір Темірлан немерелері. Бұлар жаңа кейін шыққан жағында шүбере ғой. Бәрі Темірлан тараған. Әмір Темірдің мощный болған екен ғой онда, иә? Әмір Темір өзі моғолдан өскен ғой. Моғол өткен. Кім? Жаңағы Бабыр ма? Афганистан и Өргенде қабылға қойған Афганистанға. Ол Пакистан жоқ еді ғой. Такой Пакистан мемлекет жоқ еді. Индияда бірге еді ол. Кейін бөліп шыққан. Сол. Қазір әрине сол ғой. Анда слышал только говорится. Местныйлардың өте көп жүретін жер екен. Білмеймін енді, маған қатты ода өтпеді. 500 рупия қымбат сияқты. Бірақ бұл келу керек достопримечательностьтердің бірі болып есептеледі. Өйткені мынау Редфорд, Джама Масжид, Тадж Махал, сосын Аградағы тоже Редфорд бар, Аграфорд. Аграфордтың барлығының құрылысын салушы соған указ берген. Әмір Темірдің немерелері, шөберелері ғой. Негізі тарихты оқып алып келсеңдер, былай қызық болуы мүмкін. Сол. Енді білмеймін, маған қатты қызық болған жоқ, өйткені мен тарихты оқып келмедім. Көп қарап келмедім. Сол үшін маған қатты өткен жоқ. Тадж Махалға баратын кезде де Тадж Махал шамалы оқып, негізі кез келген жерде бір түсінгенім, гид алып барсаңдар вообще жақсы екен ғой. Гидпен әйтеуір былай түсіндіріп бірдеңе түсініп қайтасыздар да алып өздеріңіз. Біздердікіне эконом вариант қой. Мына қызықты түс алып жатқан сияқты что-то. По-моему, бір діни мерекені тойлап жатқан сияқты, өйткені ондай белгілер тұр да. Сол как кіріп көреміз, не дейді екен. What?
Nasıl İnfa çıkanların bir. Бесплатно хавчик беріп отыр. Бірақ кухнясын көргеннен кейін хавчикке қатты жылан жоқ. Бірандай жақсы индийский би болып отыр ма деп деген ғой өзімше. Көшенің қақ ортасы, мына жер туалетная зона. Тук-тук алып өтті еще. Тук-тук сұрап көрейік. Күзге келе ме екен? Келмей ме екен? Туктаса қазір. Тук-туктар болса, отызға барып отызды болып қайтады. Міне қарапайым. Пример, көшеде тұрдың, тоқтадың, сүйіп алдың. Жүз елуге саудаға тұрсам, 200-ге келістік қой. 200-ге алып барамын. Негізі таксомат сияқты. Белгілер жасамайды сияқты. Лучше жаһандан сол уже адамды тағы бүйтіп отырған. Қырайым бар. Еще воскресенье место надо демалып деген сияқты маған. Адам көп келіп отыр. Короче, очередь деген бұл жерде. Қаншама адам тұрды. Такой сол праздникке ола бір-біріне болмайды. Базар. Любой достап получается, қас базар сияқты болады. खरीदा हुआ तुम्हारा Короче, жігіттер оң жағымен, әйелдер сол жағымен. Мен келдім басқа жағынан көпеле салдым просто. 5 минут күтпей кіріп кеткенсің ғой. Пиғалма бөлегенді. Бөлеген. Мощно.
Шынымен де қаладан алыс екен, Нью-Делиден. 200-ге. Негізі 2-3 адам болсаңыз, 200-ге по идее нормально баға сияқты. 2-3 адам бар. Bir adam болғаннан кейін 200 дегеніміз $3 примерно. Адам көп. Вот Индияның именно осы жерде азамат едім ғой. Тазалық сақтаймыз, сақтап тұр ғой примерно. Адамдар не мусорит. Әдем екен, Сиднейский оперный театрға келеді. Мына очеркті айта алмадым енді. Очерк деген. Барынша праздник келмеген дұрыс сияқты ғой әлде. Күнде осындай мекен. Адам мың, короче. Пакет қарата отыр ғой. जुत्ते लाउड है जुत्ते लाउड है चप्पल लड़ा दी है Пакетке оказывается аяқ киімдерін салады екен адамдар. Типа храмға немен жалаң аяқ кіресің, короче. Шлюха бар ғой манағыдай. खाइला Аяқ киім киіп сатық. Почти все. अरे कहीं नहीं Telefon без звука дейді. Соған қарағанда ішінде мына жатты отырған сияқты ғой. सिंगल हैंड प्लीज सर कैमरा इज नॉट अलाउड प्लीज Окей. Іші осындай қатты қызық жоқ. Просто адамдар келеді, просто отырады. Білмеймін, қай жаққа қарап отырған, не қарап отырғанын. Қатты қызық емес сияқты. Просто здание, пустой, ішіне келіп отырасың. Үстінде бір жазу тұр. Алдында біреу сөйлейтін сияқты ғой. Осымен суретке де түстік. Видеоға да түсірдік. Осымен басамыз домой. Домой болғанда қазір Индиан Гейт деген жерге бару керек. Сосын уже дальше уже аэропорт. Негізі ширик болса, ширикпен келу керек. А так старенький айфонмен не проканает. Бүкіл әдемілік алынмай қалады да. Тек мына әдеміліктен басқа Давай. Индиан Гейт деген жерге 150 рупиге ұстадым такси. Ана лотустан бұлда. Потихоньку посмотрю, кто тут парит. Saat 5:30 oldu. 8'ge дейін потихоньку аэропортқа бару керек қой. 8:30-да аэропортта болатындай. Соңғы локацияма келдім, өзім пландаған. Индиан Гейт деген. Сосын жайласа потихоньку басқа болады. Аэропортқа қарай. Анау тамақ жеп алып қаладан KFC.
Индия гейттің өзі, бірақ біз қапталынан келген сияқтымыз. Айналасы үлкен парк екен. Главный вид жағына барайық. Вот Индиан гейт жағындағы парк негізі таза. Негізі таза ұстайын десе болады ғой тазалық сақтауға. Мен білмеймін неге адамдар мына жақта бөлек, ана жақта бөлек па. Бірақ мына жақта енді адам деген мың екен. Мен походу бүгін неге келген сияқты типа праздничный днеға. Вот. Индиан гейт. Халық. Ой, қарайсың, адам көп, но мусор жоқ. Почти жоқ деп айтайын десем де просто почти келетін мусорларды алып тұра алмай тұрмын да. Мына жерде бір сабық жатыр қана. Пакет, целлофан, а так болды. Government of India. Президенттің сотқа шығарды. Вот он. Индия. Негізі осындай гейт салу қызық не болған еді қолда да кезінде. Мысалға Барселонада бар гейт, Барселона гейт. Франция арка бар, триумфальна. Қазақстанда арка бар. Индияда бар. Басқа жерлер білмеймін. Айтпақшы неде бар? Мен Белоруссияда, Брюссельде көрдім. Германияда көрдім. Именно Берлинде. Индияның қаласында. Осыған отыруға болады, нормально, даже нормально. Так. Нормально. Не спец по газонам. Болады отыру. Бүгін біраз жүріп шаршадым, но өзім пландағы 3 жер еді пландаған, соның 4-үне бардым ғой. Редфорд негізі кірмеген менің неме планыма. Просто мана ағалар баратқаннан кейін солармен бірге бара салдым. Şu бағасы 500 тұрады ғой. Так, бағасы 500 тұрады, Редфорд, Джама Масжид 300 тұрады, Лотус и мына Индиан гейт тегін. Өзім өзгертті. Индиан флагмен әдем тұрады екен. Короче, қалтамда соңғы 35 рупия қалып еді, сонымен такси ұстадым соған. Айттым, менде 35 бар, апасың апар деп. Негізі байды жақын жеп. 50 рупия алып қой негізі. Бар осы апарат болсаң апар. 30 рупияға жолдап барады. Нью-Делиге барам. Нью-Дели деген жаңағы остановка бар, Railway Station. Содан дальше тамақтанып алып, анамнан зат қарап алып, сосын неге басым керек. Аэропорт. Бүйірсің. Осымен Делидің темасы бітті. Индияның темасы точнее. Дальше больше ждите. Барынша Делиде, Индияда жүгірмеуге тырысыңыздар. Өйткені иттер қуы мүмкін. Жаңа ғана көз алдымда бір қыз жүгіріп бара жатыр да асығып. Сразу иттер реагировать етіп жатыр. Реагировать етіп жүгіріп жатыр қызға қарай. Так что, абай болыңдар. Мен болсам ауқаттануға өзімнің любимый KFC-ме келеді. KFC. KFC-нан Нью-Дели трейн стейшнінде орналасқан қасында. Осында екінші жағында Макдональдс табуға болады. Осы здания кіресіздер. Ең түбінде. Түкпірінде, короче, не орналасқан. KFC орналасқан. Мына жерде көп. Вау, мама. Чикаго пицца. Короче, осы жерден вегетский донер алдым, короче.
И итога 3'те 3. 4 çıktı. Вроде нормально. Тауған деген. Тауғаны деген ұста деген ол. Микроволновкада естіп жатыр тауық. Микроволновкада айнып керек. Шүймен қоласымен 300-ге шықты ғой. По идее мен кеше 317-ге не алып едім яқтан. Соны аласың қойды ғой по идее. Көрейін деген ғой берейін деп қойып. Ничего себе нам. Адам көп, походу терминалға тек билеті барлар ғана кіргізетін сияқты. Там қоштасам, ау деген әңгіме жоқ сияқты, өйткені каждый терминалдың алдында адам тұрады. Даже аэропортқа ішіне кіру үшін де. Барлығы осы жерден қоштасады, ол. Так, регистрация Дели, Куала-Лумпур, Бали. Өттік. Дальше бұйырса Air Asia'мен Куала-Лумпурға барамыз. Құдай қаласа 14 сағат Куала-Лумпурда боламыз. Анау тоже баратын жерге белгілеп қойдым. И дальше уже Балиге бұйырса. Все, көрсеміз. Давайте. Енді Нью-Делидің аэропортында болатсаңыздар, мына 15-14 гейт жақта намазхана бар, намазхана. Prayer room деп тұрады. Вот. Prayer room бұл жерде дәрет алады, тағы басқа жағынан дәрет екен. Жігіттердікі.